Instagram парақшасының көрермендері. Әдеттегідей апта сайын мемлекеттік тіл тақырыбында өңіріміздегі тіл жанашырлары мен қоғам белсенділерімен өткізілетін Instagram парақшасындағы бүгінгі тікелей эфиріміздің қонағы Жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесі, қоғам белсендісі, тіл жанашырлығы десек те болады, Досжан Мұратбек бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бүгінгі бұл сұхбат алаңымыздың мақсаты мемлекеттік тіл тақырыбында өңіріміздегі тіл жанашырларымен, қоғам белсенділерімен осы тақырып төңірегінде сұхбат жүргізу, әңгіме жүргізу, ой пікірлермен бөлісу, кеңесу болып табылады. Сондықтан бұл қонағымыз болғаныңызға рахмет. Енді алғашқы сұрағым мынандай. Ертіс өңіріндегі осы бүгінгі күні мемлекеттік тілдің деңгейіне қандай баға бересіз? Қандай деп ойлайсыз мемлекеттік тілдің? Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, көрермендер, қайырлы күн барлықтарыңызға. Шақыруларыңызға рахмет. Ең әуелі мынау ұлттық тілімізді, ана тілімізді төбемізге көтеріп, осындай керемет арнайы аптаның әр апта сайын осындай бір керемет сұхбат ұйымдастырып жатқан адамдарыңызға шынымен ризамыз, рахмет. Жалпы сұрағыңызға тікелей жауап берер болсақ, шынымен де бүгінгі таңда біздің Ертіс өңіріндегі қазақ тілі мәселесі, біздің ана тіліміздің мәселесі әжептәуір деңгейде шешілді десек артық айтқандық болмайды. Өйткені бұрынғыдан қарағанда мен осы Павлодар өңіріне келгелі 5 жылға жуық уақыт болды. Осы аралықта мен алғаш келгеннен қарағанда дәл бүгінгі күндегі тіл мәселесі, тіл саясатының жүруі және де қазақ тілінің қоғамдық деңгейдегі дамуы шынымен де айтарлықтай үлкен бір өзгерістер деп айтсақ болады. Өйткені шынымен де қаншама бір басқа бір қазақы өңірлер дейтін, басқа қазақы оңтүстік болсын, батыс болсын, басқа жақта да көптеген мәселелермен шешіле алмай жатқан тіл мәселелері бар. Оның жанында біздің Павлодар қаласы, Павлодар облысында осы жай бір тілге тиек етер, осы қала көшелерінің қазақшалануы, жаңағыдай осы Абай жылының біздегі облыс әкімдіктің алдына Абайдың ескерткішінің тұруының өзі қазақ руханиятына, қазақ тіліне, қазақтың ана тіліне деген үлкен бір құрмет деп білеміз. Жалпы жан-жақты алып қарар болсақ та кез келген мәдениет саласы мекемелері болса да мынау карантиндік талаптарға сай, карантиндік ережелерді бұзбастан, осы карантинге қарамастан тіл төңірегінде жұмыс жасап жатқандарының өзі бүгінгі біздің ана тіліміздің қолдау аясының кеңейгендігін көрсетеді. Рахмет. Енді жалпы бәрібір де бізде осы өңірде мемлекеттік тілдің мәртебесі, қолдану аясы әлі де бір өзінің үлкен жетістігіне жете қойған жоқ деп есептеп жүрміз. Оған өздеріңіз куәсіздер. Әлі де қазақ тілінің қолданылмайтыны баршылық. Бірақ осыған қарамастан тағы да қандай әрі қарай дамыту үшін қандай тиімді нәтижелі шаралар қолдануға болады деп есептейсіздер? Өз пікірлеріңіз, өз қоғамдық жебе пікірі атынан. Бізде қазақта сөз бар ғой, сен жанбасаң бұлар, мен жанбасам бұлар. Сол сияқты әркім, әр азамат өңірдің тұрғыны өзінен бастау керек деп білеміз. Өйткені кез келген жерде, кез келген дүкенде адам қазақ тілін талап етуге жалпы заң бойынша құқығы бар. Тұтынушы ретінде құқығы бар, қазақ тілінде қызмет алуға. Сондықтан әрбір адам дүкенге барса да, дәріханаға барса да, кез келген мекемеге барса да, қазақ тілінде қызмет талап етсе, ол мекеменің қызметкерлерінің өзі алдағы уақытта жаңағы сол сұранысқа сай қазақ тілін игереді деген ойдамын. Және біздің Жебе қоғамдық бірлестігі осы уақытқа дейін ұлттық бағытта көптеген шараларда, көптеген игі істердің басы-қасында болып жүр. Бұл жердегі жігіттердің бір жаңағы барлығына бір жалақы төлеп, бір ақшамен немесе бір лауазыммен ұстап отырған дүние емес. Барлығы бір мүдде үшін, бір рух үшін, бір тіл үшін, бір қазақтың осы өңіріміздегі, республикамыздағы бір кереметтей қалыптасу үшін атсалысып жатқан жігіттердің өзінің еркімен атсалысып жатқан бір жобасы. Бұл Жебе қоғамдық бірлестігі басқа бір қоғамдық бірлестіктерден, басқа бір үлкен ауқымды жобалардан қарағанда, жаңағыдай шығыны көп жобалардан қарағанда Жебе қоғамдық бірлестігі шынымен де ұлт үшін, өңіріміздің руханияты үшін көптеген шаралар атқарып жатыр деген ойдамыз, және де атқарамыз. Осы карантин талаптарын бұзбастан сақтай отырып, әлі де көптеген шаралар атқарамыз. Өткен уақытта да талай шаралар атқардық. Мынау Наурыз қарсаңында Қыдыр ата жобасы, бұл Қыдыр ата өзіміздің өңірімізді қойып, жалпы елімізде ұлт бола бастаған ұғым. Оны жаңағы балаларымыз өздеріңіз білесіздер, жаңа жылда Аяз атаны қалай күтеді, Аяз ата сыйлық береді деп қалай күтеді. Сол сияқты біздің Наурызда балаларымыз Қыдыр атаны солай күтсе деген, Қыдыр атадан жаңағындай бат алса деген ізгі ниетпен осы өңіріміздегі
зиялы қауымның өкілдерін шақырумен үйлеріне біздің жебе қоғамдық бірлестігі арнайы қыдырата дайындап, арнайы сыйлықтар дайындап, баталарын беріп жастарымызға. Сондай бір алып айтар шағын ғана бір шара, осы өткен наурыз айында осы шара болып өтті. Бұның өзі деген біз ойлағанбыз, бір 2 отбасы, 3 отбасы мүмкін өз арамызда балаларына, жаңа ағаларымыз қыдыратаның батасын алып осындай бір шара өткіземіз деп ойлағанбыз, бірақ олай болған жоқ. Бірден сұранысқа ие болып кетті, бірден жаңағы адамдар өздері үйлеріне шақырып, және де осы наурыз айының басында мәдениет басқармасы сіздердің басшылықтың қолдауымен жебе қоғамдық бірлестігі ұйымдастырған ең әдемі киім, ұлттық киім жаңағы үндеуінде өңірімізді, басқа да еліміздің үлкен мекемелері, басқа да облыстардан сұранысқа ие болып, ең әдемі киім, ұлттық киім акциясы жоғары деңгейде өтті. Соның арқасында шынымен де біздің ұлттық тіл, ұлттық киім, ұлттық өнер барлығы бір жаңағы ошақтың үш қазығы сияқты, сондықтан да барлығы бірдей болып жүргені шынымен де өзімізге де ұлтымыздың жаңағы төрт құбыласы түгел болуына да шынымен де көптеген пайдасын тигізеді. Сондықтан жебе қоғамдық бірлестігі бұл бағытта жұмыс жасауды тоқтатпайды. Ары қарай ағаларымызбен, басқа да өзіміздің мүдделес азаматтармен бірігіп көптеген жобаларды қолға аламыз деген ниеттеміз. Өте маңызды, өте тиімді жауап болдық. Енді қараңыз, сіздер қазір осы жастарда осындай қоғамдық бірлестік құрып, мемлекеттік тілдің несіне үлестеріңіз қосып жатсыздар. Енді келер ұрпақ, келер өскелең жастардың бойынан осындай патриоттық сезім байқайсыздар ма қазір өткізіп жүрген шаралардың арасында? Иә, міндетті түрде біз жалпы жүрген жерімізде көбінде оқушыларды, жастарды тартуға тырысамыз. Өйткені еліміздің ертеңі біздер, еліміздің ертеңі қазіргі мектепте оқып жатқан оқушылар, балабақшадағы сәбилер еліміздің ертеңі. Біз жаңағы жебе қоғамдық бірлестігінің бастауымен асық партия жобасы да осы 3 жыл бұрын қолға алынған. Оның өзі қазіргі көлемде республика бойынша танылды. Жаңағы асық партия жобасы жаңағы мектептердің, балабақшалардың, университеттің студенттер қамтылған жоба болды. Және де үлкен жаңағы ата әжелеріміз, апаларымыз бар, түрлі мекемелер бар, мәдениет мекемелері бар, әртүрлі бағыттағы мекемелер қолдады. Бұл жердегі біздің байқайтынымыз жастардың асық ойынына деген. Асық ойыны ол біздің қазақтың ұлттық ойыны болғандықтан, қазақы тәрбиеде өсіп жатқан балалардың көрінісі деп білеміз. Сондықтан өте сұранысқа ие, балалар қызығушылықпен бір-бірімен қазақша сөйлесіп, көп жағдайда енді бес саусақ бірдей емес, өкінішке орай қалалық жерде өмір сүріп жатқан жастардың біразы жоқ деп айта алмаймыз, өзге тілде, орыс тілінде сөйлесіп, жаңағы пікір алмасып жатады, бірақ та оның барлығы бір күнде ғана шешілетін нәрсе емес, бір-ақ күнде жаңағы қолға алынатын нәрсе емес, барлығы уақытты еншісінде. Сондықтан да алдағы уақытта да сабырмен, төзімділікпен әр адам жаңағы өзі қолға алып, өзі қолға алып, қазақ тілінің кеңейтуіне атсалысса, бұл да бір аз ғана уақыттың ішінде шешілетін дүние болса керек. Рахмет, айтқаныңыз келсін. Енді жалпы осылай тілді өзіңіздер сияқты ұрықты көтеріп жүретін, мәртебесін әрқашан арттырып жүретін көрермендерімізге, жалпы тіл жанашырларына, жалпы осы біздің тұрақты көрермендерге айтар пікіріңіз, кеңесіңіз болса? Енді өңіріміздің ертіс мәдениет парақшасының көпшілігі біледі, шынымен де көптеген мәдени шараларды қазіргі таңда қаншама публикациялар салынады, қаншама материалдар салынады, өзімізде тұрақты қарап оқып отырамыз. Сондықтан да осы арнадан, осы каналдан алыстамаңыздар. Әрдайым осы тіл мәселесін, қазақтың ұлттық тілін, ана тілінің мәселесін бірге көтерейік. Әркім өзінен бастасын, жүрген жерінде қазақша сөйлеп, қазақша қызмет талап етіп, ары қарай қазақша шараларды қолдап, жаңағыдай бізде бір қазақша кеш өтсе, адамдар шынымен аз болып, бір белгілі бір аудитория ғана жиналып жатады. Сондықтан барлықтарыңыз белсене атсалысып, белсене жаңағы қазақ театрын көріп, үлес қосып, қазақтың музейіне бар, қазақтың жаңағы ғұламаларының, ғалымдарының, өнер иелерінің таланттарымен танысып, осы мәдениет саласын, тіл саласын, тіл мәселесін бірге жеңуге барлығымыз атсалысайық деген ниеттеміз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталады. Шағын ғана сұхбат. Бүгін уақытымызды бөліп, осы елеп, ескеріп, пікірімізбен алмасуға келгеніңізге рахмет. Өздеріңізге табыс, шығармашылық табыс тілеймін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Әрқашан осылай мемлекеттік тіліміздің өркендеу жолында қаржылық табыс ете жұмыс ете беріңіздер. Жақсы, рахмет сіздерге де шақыруларыңызға. Көп рахмет.